Сәлеметсіңдер ме 9 сынып оқушылары? Бүгін біз алгебра пәнінен 4-ші 90 бойынша екінші жиынтық бағалау бақылауының есептерін шығаратын боламыз. Бұл сіздерде ықтималдық теориясы бойыншағы тақырыптарға арналған есептер. 5 есептен тұрады. Бірінші есептен бастаймыз. Бірінші есеп 5 көбейту 4 см квадрат тік төртбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 1,5 см. Радиус шеңбері жазылған тік төртбұрышқа кездейсоқ қойылған нүкте шеңбердің ішінде болмауы ықтималдығы қандай? Жауапты 1000-ға дейін жуықтаңыз дейді. Ең алдымен бірінші есепте шығарарда ең бірінші осы суреттің есебін суретін салайық. Не дейді? Осындай ұзындығы 5, яғни ұзындығы бізде мұны, ені бізде 4 см, тік төртбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы, яғни мұны іштей сызылған шеңбер, бұның радиусы бізде 1,5 см-ге тең. Енді сұрап тұр, біз тік төртбұрышқа кездейсоқ қойылған нүкте дейді, яғни нүкте мына жақтан қоямыз, мына жақтан қоямыз, или ішінен қоямыз ба? Сол кездейсоқ қойылған нүкте шеңбердің, яғни мынау ішінде болмау керек, соның ықтималдығын табу керек. Жалпы ықтималдық дегеніміз сіздердің жаңағы өмірлеріңізде немесе басқа да болатын оқиғаның нақты оқиғаның болу бізде ықтималдығын айтады. Енді бұның ықтималдығын табу үшін біз ең бірінші төртбұрыштың ауданын тауып аламыз. Төртбұрыштың ауданы бізде ұзындығының еніне көбейткенге тең еді. Есімізге түсіреміз 6 класста. Ұзындығы бізде А болса, ені бізде 4 болса, бір-біріне көбейтеміз, сонда 20 см квадрат екен. Енді мынау бізде тік төртбұрыштың ауданы, ал шеңбердің ауданы бізде πr квадрат формуласымен анықталатын еді. R бізде 1,5, яғни π деген бізде 3,14 көбейтілген 1,5-тің квадраты. Бізде 1,5 ол бізде 2,125 оның квадраты. Оны 3,114-ке көбейтсек 7,065 екен, 7,065. Енді осы нүкте ішінде болмау ықтималдығын табу үшін, яғни біз төртбұрыштың ауданынан шеңбердің ауданын алып тастаймыз, яғни 20-дан алып тастаймыз 7,065-ті. Ол бізде 12,935 болып тұр. Енді осы жаңағы 12,935 см квадрат жерде бізде нүктеміз болу керек. Яғни біз ықтималдықты табу үшін бізде ықтималдық П деген әріппен белгіленеді, яғни А деп белгілейміз. Бізде алымында бөлімінде всегда жаңағы барлық оқиғалар саны болады. Яғни барлық оқиғалар саны бізде қанша? 4-ті 5-ке көбейткен, ол 20. Ал алымында сол болатын, яғни нақты болу керек оқиғалардың саны болады. Яғни нақты болу керек оқиғалар саны бізде 12,935. Енді 12,935-ті 20-ға бөлетін болсақ, ол бізде 0,646, 1000-ға дейін жуықтаңыз, яғни 0,646 есептің жауабы болады. Екінші есеп, жәшікте 90 шар бар. Олар 1, 2 және 90 дейін сандарға белгіленген. Жәшікте кездейсоқ бір шар алынды. Алынған шардың ішінде 6 саны болатын ықтималдығын табыңыз. Бізде 1-ден 90-ға дейін бірінші 10 санымыз ол бірлік сандар, одан кейінгі 80 санымыз ол бізде ондық сандар. Жалпы 6 деген цифрының қайталанатын шарлардың ықтималдығын жазып көрейік. Мысалы, ең бірінші шар ол бізде 6. Одан кейін 16, 26, 36, 46, 56, сосын 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, содан кейін 1-ден 76 болады, сосын 86, яғни 90-ға дейін бізде құрамында 6 деген саны бар, осыншама сан болуы мүмкін. Енді алынған шардың ішінде 6 деген саны болатын ықтималдығын табу үшін біз ықтималдықтың формуласын береміз.
бөлімінде айтып өткеніндей барлық оқиғалар саны болады, яғни барлық оқиғалар саны бізде 90. Себебі бізде шардың саны 90. Ал алымында болу керек оқиғалардың саны болады. Болу керек оқиғалар саны бізде барлығын бір-біріне қосып санап шықсақ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 екен. Енді бізде жаңағы екеуі де 9-ға бөлінетіндіктен оны біз қысқарта саламыз. Яғни 18-ді 9-ға бөлсек бізде 2, 90-ды 9-ға бөлсек ол бізде 10-да. 2-ден 10, ол тағы да біз 2-ге бөлінеді, яғни 5-тен 1. 10-ды 2-ге бөлеміз 5, 2-ні 2-ге бөлеміз, ол бізде 1. Яғни 5-тен 1 болатын бізде 6 деген сан болуы ықтималды. Келесі үшінші есеп, бір уақытта ойын сүйегі лақтырылды. Сүйектердің жоғары жағында шыққан сандардың қосындысы 8 болу ықтималдығын табыңыз. Жалпы бізде 2 ойын сүйегі лақтырды дейді, яғни 2 ойын сүйегі, ол бізде 6 қыры бар ойын сүйегі, ол бізде қосындысы 8 болу ықтималды, яғни бізде төбесінде қандай сандар болуы мүмкін? 1, 2, 3, 4, 6-ға дейін сандар болуы мүмкін. Соның 2 ойын сүйегінде, яғни 8 болу керек сандардың қосындысы. Ол бізде қандай сандар болуы мүмкін? Мысалы, 1-ден бастасақ, 1-мен, жоқ, 7 болмайды екен. 2 мен 6-ның қосындысы болады, 8. Сосын 4 пен 3 пен 5 бола ма? 3 пен 5 болады. 4 пен 4 болады. Енді қайтын осы сандар қайталанады. 2 мен 6, 3 пен 5, 4 пен 4. Бұл бізде егер бірінші ойын сүйегін алатын болса, енді екінші ойын сүйегін алатын болса, қайтадан 6 мен 2, сосын 5 пен 3. Енді сонда бізде 2 ойын сүйегінің төбесіндегі сандардың қосындысы 8 болуы ықтималды. Ол 1, 2, 3, 4, 5 рет болады екен. 5 оқиға бізде 8 болады. Енді біз жалпы осы 8 болған кездегі ықтималдықты табу үшін біз не істейміз? Алым бөліміне барлық оқиғалар санын жазамыз, яғни ол бізде 36. Бізде 2 ойын сүйегі болғандықтан. Ал болатын оқиғалар саны ол бізде 5. Сонда 36-тан 5 есептің жауабы болады. Келесі 4-ші есеп. Фабрикада сөмкелер шығарылады. 100 сөмкенің ішінде 8-інде ақау кездеседі. Кездейсоқ алынған сөмкенің ақаусыз болуының ықтималдығын табыңыз дейді. 4-ші есеп оп-оңай. Барлығы бізде 100 сөмке. 100 сөмке, оның ішінде 8-інде ақауы бар дейді. Яғни ақауы жоқ сөмкенің алыну ықтималдығын табу керек. Біз ең алдымен ақауы жоқ сөмкелердің санын анықтап аламыз. Ол бізде 100-ден 8-ді айтсақ 92. Яғни 92 бізде болу керек оқиғалар саны. Жалпы оқиғалар саны бізде 100. Бағанағы формуланы есімізге түсіріп жазатын болсақ, бөлімінде бізде барлық оқиғалар саны болады. Алымында бізде болу керек оқиғалардың саны, яғни қолайлы оқиғалардың саны болады. Енді 92-ні 100-ге бөлеміз, егер бөлшек түрінде жазғымыз келсе, ол болады. Ол бізде 0,192-ге тең болады. Такси фирмасында қазіргі уақытта 20 көлік бар, 10 қара, 2 сары және 8 жасыл. Шақыру тапсырыс берген адамға ең жақын көлік шықты. Кездейсоқ шыққан көліктің жасыл болуы ықтималдығын табыңыз дейді. 5-ші есепте дәл 4-ші есеп сияқты жеңіл, сондықтан тез шығады. Біз ең алдымен барлық оқиғалардың санын қарауымыз керек. Ол бізде 20, 10-ға 2-ні қосамыз. 12, 12-ге 8-ді қосамыз 20. Яғни барлық оқиғалар саны бізде 20 екен. Бізге кездейсоқ шыққан көліктің жасыл болу ықтималдығын табыңыз. Бізде жасыл көлік саны 8. Яғни ықтималдықты табу үшін формулаға қоямыз. Бөлімінде бізде барлық оқиғалар саны болады, яғни 20. Алымында бізде болу керек, яғни қолайлы оқиғалардың саны. Енді бөлшегімізді қысқартатын болсақ, екеуінде бізде 4-ке бөлінеді. 8-ді 4-ке бөлсек 2, 2, 5-ті 20-ны 2-ге бөлсек, 20-ны 4-ке бөлсек 5. 5-те
Ал оқушылар осымен 9-шы сыныптың екінші БЖБ есептерінің барлығын шығардық. Сіздерге сәттілік тілеймін. Менің каналымда тағы да бірінші нұсқасы бар. Міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар. Іске сәт сау болыңыздар.